Қайырлы күн, қымбатты көрермендер, сіздермен пайдалы арна каналы. Бүгін сіздерге ECP кілтіміздің уақыт мерзімі аяқталса қалай созуға болатындығын көрсетемін. Ең алдымен каналға жазылып, лайк қосып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. ECP кілтінің мерзімін ұзарту үшін piki.gov.kz сайтына кіреміз. Сол жерден «Войти в личный кабинет» деген бар. Сол жерге өзіміздің қолданыстағы ECP кілтіміз арқылы сайттың ішіне кіреміз. Паролімізді енгізіп, подписать деген кнопканы басамыз. Ашылған парақшадан перевыпуск ключей ECP деген бар. Соны таңдаймыз. Керекті жеріне галочканы қойып, подтвердить дегенді басамыз. Және де осы жерге выбрать хранилище и подать заявку деген бар. Яғни сіздің жаңа ECP кілтіңіз қай жерге сақталады, соны папка таңдайсыз компьютердің ішінен. Папка таңдалғаннан кейін подтвердить деп басамыз, обновить, және де өзіңіздің аты жөніңіз тұрған жердегі галочканы басып, подтвердить деп басасыз. Және бұл жерге өзіңіздің қолданып жүрген ECP-іңіздің паролін жазасыз. Яғни сіздің қазіргі кездегі қолданыстағы ECP-іңіз. Фамилияңыздың тұрған жерге басып, подписать деген кнопканы басамыз. Ашылған парақшадан астыға қарай түсіп, обновить деген кнопканы басамыз. Бізде загрузить сертификаты деген сөз шығу керек. Яғни сіздің ECP-іңіз дайын деген сөз. Загрузить сертификаты деген жазуды басамыз. Бізде жаңадан парақша ашылады. Бұл жерге сіз жаңадан пароль құрастырасыз. Қазір жаңадан алып жатқан ECP-іңіздің жаңа паролі болады. 2 рет қайталап жазамыз және ұмытып қалмайтындай бір жерге сақтап қоямыз. Енді біздің ECP-іміз жаңағы сақтап қойған қалтамызға көшірілді. Оны осылайша папканы ашып қарауға болады. Және де егер де бірінші бетіне өтетін болсаңыздар, осы жерде «Мои ключи ECP» деген бар. Осы жерде қолданылмайтын, бұрыннан бірнеше рет алынған ECP-ларыңыз болса, алаяқтардың құрбаны болмау үшін оның барлығын жауып тастаған абзал. ECP-ны қалай жою туралы видео менің каналымда бар. Қосымша осы видеоның астында ссылкасын қалдырамын. Менің мысалымдағы адамда бірнеше ECP бар екен. Ең соңғысы жаңағы біздің мерзімін ұзартқан ECP-міз, яғни 2026 жылдың 6 сәуіріне дейін бұл ECP-мен жұмыс жасауға болады. Басқаларының барлығын осы жерден жауып тастауға кеңес беремін. Егер ақпарат пайдалы болса, мен қуаныштымын. Арнаға міндетті түрде тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар, достар. Назарларыңызға көп рахмет.